Армысыздар әмбебап қазақ каналының көрермендері. Бүгінгі таңда сіздерге проходной переключатель жөнінде таныстырамын және қалай қосу екендігін көрсетемін. Бұл әдеттегі включательден ерекшелігі, бұл көп жағдайда ұзын коридорларда және магазинде екі шығатын жері бар. Бастапқы кіретін жер бар, болмаса артқы есігі бар. Сөйтіп екі шеттен бұны басқара алатын мүмкіндігі бар. Сіз бір жақтан светті қостыңыз, екінші жақтан оны өшіріп кете аласыз. Екі жақтан да сіз оны басқара аласыздар. Бұл переключательдің әдеттегі включательден ерекшеліктерін сіздерге мен ашып көрсетейін. Бұны ашамыз үшін. Ашамыз. Қазір. Егер де сіздер әдетте схема түсінетін болсаңыздар, схемада барлығы көрсетілген. Ал егер де схема түсінбеймін дейтін болсаңыздар, онда әдеттегі мультиметрді алып, сонымен бұны прозвон жасап тексере аласыздар на замыкание. Мультиметрді аламыз, замыканиеге қоямыз, звуковойға қойдық. Енді біз бұның тоқтың бастапқы келетін жерін табуымыз қажет. Бұны қалай тексереміз? Үш выходтың біреуіне тоқты тигіземіз мультиметрді, сөйтеміз на замыкание тексереміз. Қазір замыкание жоқ. Қазір замыкание міне пайда болды. Енді келесі жағынан замыкание бар. Дәл солай замыкание өшті. Бұл дегеніміз не ол? Басты нені біз таптық. Включательдің келетін жағы, тоқтың келетін жағын таптық. Егер де қолдарыңызда мультиметр болмаса, онда дәл солай индикаторный отверткамен тексеруге болады. Индикаторный отвертканы саламыз. Мына сол жағына салдық. Қолдарыңызға кішкене шеге болмаса, осындай қысқа сымды алып, себебі өйткені мынаның іші терең орналасқан, салып дәл солай тексере аласыздар. Мынаны бастық, прозвон бар, замыканиеде тұр. Жоғары жағына салып көреміз, тура солай замыканиеде тұр, замыканиеден сөнді. Дәл осылай индикаторный отверткамен тексеруге болады. Біздің жағдайымызда қолданылып жатқан проходной переключательдің схемасы мынандай. Бұның ерекшелігі басты входтың келуінде. Бұл былай ауысып жатыр. Біз отвертканы индикаторны мында салдық, былай ауысып жатыр. Басқа да проходной переключательдің түрлері бар. Олардың бір түрі баста тоқ келетін вход мынаның оң жағында орналасқан. Бұның схемасында ол былай жұмыс істейді. Индикаторный отвертканы мында салып, былай екі жақты тексеріп көресіздер. Келесі түрі астында орналасқан. Бұның астына индикаторный отвертканы салып, мына екі жақты прозвон жасап, замыканиесін тексеріп көресіздер. Дәл солай сіздердің переключательдің баста тоқ келетін входын анықтай аласыздар. Екі бағытта түсіндіреміз. Біреусі схема, екіншісі стенде. Ары қарай кеттік. Мынау схемамыз біздің тоқтың қалай жалғанғанын көрсеттік. Мынау біздің бір переключателіміз, мынау екінші переключателіміз. Мына жерде распред короб, мына жерде лампочкамыз. Көкпен көрсеткеніміз ол біздің 0, мында көрсеттік көкті. Қызылмен көрсеткеніміз ол фаза. Яғни мынау қызыл линиямен келетіндердің барлығы фаза. Лампочкаге тоқ жіберген кезде 0-ды лампочкаға жіберу керек. Себеп бұл қауіпсіз. Сіз кейін лампочканы ауыстырсаңыз, тоқты сөндіріп, фазаны алып тастап, сіз қауіпсіз лампочканы ауыстыра аласыздар. Соны міндетті түрде басынан қадағалап алғандарыңыз дұрыс. Енді ары қарай кеттік. Жаңағы переключательді көрсеткенде менің көрсеткенім основной тоқтың келетін несі, выходы, входы. Ол мынау шетінде көрсеттім. Мына жерде ол шетінде көрсетіліп тұр. Дәл осылай екінші включательіңіз коридордың екінші басындағы тура ол аяқта, мына бетте ол вход болатын болса, тура осылай ол выход болып аталады. Яғни сіз біреуін тексердіңіз, болды. Сізде екіншісіне тура сол немен, схемамен сала берсеңіз болады. Қазір біз сізге көрсетеміз. Распред короптан 0 шықты, лампочкаға жалғадыңыз. Распред короптан фаза келді. Фаза келіп, қазір лампочкамыз жанып тұр. Бұл қалай дегеніміз міне. Келді.
былай жүрді тоқ. Қазір бізде жанып тұр. Енді біз бұл беттен лампочканы сөндіру қажетпіз. Қазір біз бұны лампочканы сөндірдік. Тоқта обрыв болды. Тоқ келмейді жерден. Обрыв жоқ. Мына беттен бұл да келмейді. Көрдіңіздер ме? Лампочкаларыңыз іске қосылып тұрған жоқ. Енді қай беттен біз қосқымыз келеді? Мына беттен біз жаңа қостық. Енді мына беттен қосқымыз келеді. Мына беттен включательді қостық. Яғни фаза келді. Замыкание болды. Цветіңіз жанды. Енді қай беттен сөндіргіңіз келеді? Мына беттен сөндірсеңіз, міне. Тоғыңыз келді. Жүрді. Обрыв бар. Цветіңіз жанбайды. Қайтан қосамыз, қайтан өшіреміз. Мына беттен қосамыз. Мына беттен қосамыз, мына беттен өшіреміз. Толықтай мынау включатель, переключатель. Бұл переключатель болып аталады, өйткені мына беттен бұл жарықты бергенмен фазаның несін өзгертіп жібереді, бағытын. Ары қарай қазір стенде көрсетеміз сіздерге. Схемада көрсеткендей стенді жасадық. Стенд бойынша сіздерге қазір бұны қалай жұмыс істейтін екенін көрсетемін. Распред корпымыз тұр, автоматымыз тұр, лампочкамыз тұр. Коридордың басындағы включатель, мына коридордың аяқ жағындағы включатель. Фаза ноліміз бізде төте лампочкаға жалғанда, бұл қауіпсіз. Фазымыз біздің включатель арқылы кетеді. Бағана схемада көрсеткендей, мында сол жағымызда фаза жалғанды, кіретін жақта. Екінші коридордың аяқ жағындағы включательде тура сол мында кірген, тура мына жақтан шығып кетеді. Бағана анықтаған біздегі басты входымыз. Осы екі жерде бірдей басты входымыз. Қалғандары оң жақ, сол жақ ауысса да айырмашылық жоқ. Мынанда жалғансын, мына жерден, мына екінші жақтан мында жалғансын, айырмашылық жоқ. Қазіргі таңда біз астын жалғадық. Оң жағындағы, мында оң жағындағы жалғадық. Бұлайынша бұның екеуінің де былай кетсе де айырмашылығы жоқ. Бастысы бізде маңыздысы басты вход, басты выход, мынау екеуі маңызды. Енді біз тексереміз. Автоматты қостық. Енді біз светті жағамыз. Свет жанды. Коридордың басынан, коридордың аяғынан бұл өшті. Қайталаймыз. Оны да жағамыз, өшіреміз. Мына беттен жағамыз, мына беттен өшіреміз. Қай жақтан болса да сіздерде басқару мүмкіндіктеріңіз бар. Видеом ұнаған болатын болса, лайк басып, біздің каналға тіркеліңіздер. Рахмет.